Алашқа сәлем, сіздермен Тамерланс және бұл Ланс талдауы. Бүгін біз Аяз би атты халық ертегісін талдаймыз. Аяз би халық ертегісі болғанмен, оның ешқандай авторы жоқ. Айта кететін жайт, ертегі шыншыл ертегі, яғни онда ешқандай қиял ғажайыптың белгілері жоқ. Ондағы оқиға шындыққа жақын. Шыншыл ертегілердің бірнеше түрлері бар, және бұл ертегі салт ертегілер қатарына жатады. Ондағы негізгі тақырыбы ақылды адам туралы болады. Сол ақылды адам Аяз би. Бұл ертегідегі ең басты кейіпкер, бірақ бүкіл ертегі бойы ол жаман болып аталынады. Ертегі кішкентай емес, оны тіпті қысқаша талдау үшін ұзақтығы 30 минуттан көп видео керек. Сондықтан мен видео тым ұзақ болмас үшін деп талдауды 4 бөлімге бөлдім. Ал енді әдебиет әлеміне аттанайық. Бірінші бөлім. Ертеде Мадан деген хан болыпты, және оның 40 вәзірлері болған. Хан оларға дүниедегі шөптің жаманын, құстың жаманын және адамның жаманын тауып келуге бұйрық береді де, сол тапсырманы орындауға 11 ай береді. Ал егер олар сол сұрақтарға жауап бермесе, жазалы болатындарын айтқан. Көп іздеп вәзірлер жауапты табады. Олар шеңгел деген шөпті және қырғауыл деген құсты таңдады. Өйткені шеңгел тікен, арасынан жүрсе киім жыртады және оны мал жемейді. Ал қырғауыл үстінде жүн жоқ, ұсқыны келіссіз. Ал адамның жаманын таба алмай, вәзірлер келе жатса, олар таудың етегінде, үстінде жыртық тоны бар, басында тері тымағы бар, 5-10 қойды бағып жүрген бір адамды көреді. Вәзірлер адамның жаманы осы болар-ау деп ойлайды да, сол адамға келіп, барлық нәрсені айтады. Сонда сол қойшы түсінікті. Адамның жаманы керек болса, мен боламын дейді. Сол қойшыны олар жаман деп атай бастады. Сол жаман біздің ертегіміздің ең басты кейіпкері, және ол кейін Аяз би болып атанады. Жаманды вәзірлер оның атына мінгестіріп, ханға апарады. Ханға келе жатып жаман вәзірлерге олардың адамның жаманын тапқанын, бірақ құс пен шөптің жаманын тауып ала алмағанын айтады. Құстың жаманы қырғауыл емес, сауысқан екен, ал шөптің жаманы шеңгел емес, қарақұға екенін айтады. Вәзірлер жаманнан жауабын мәнін сұрағанда, жаман оны хан алдында айтатын айтқан. Олар ханға келгенде, хан вәзірлеріне олардың адамның жаман тауып алғанын айтады да, жаманды аспазшыға апарып беріп, көже мен нан беруге бұйрық береді. Бірақ хан вәзірлерінің шөп пен құстың жаманын тауып ала алмағанын айтады, ол жаманның айтқан жауабын айтады. Яғни хан шөптің жаманы қарқуға екен, ал құстың жаманы сауысқан екенін айтады. Вәзірлер ханға оған келе жатқанда, жаманын да солай жауап берген айтады. Хан оны естігенде жаманды алып келге бұйырады. Жаман келіп, өз жауабын түсіндіре бастайды. 50 жасқа келіп, жаман болған жоқпын. Жасымнан-ақ жаман едім. Өмірім отын, су тасымен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ұзақ жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал қарақуға отын да емес, малға азық та емес. Сонсон қарақуға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қырғауыл болса, оның қанаты барда, жүні жоқ. Адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты, өзі де ала бірлігі жоқ. Екеу бірігіп ұшпаған, екеу бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Ал өзімнің жамандығым туралы айтсам, мен 50 жасқа келдім. Мен қатарлар әйел алып бала көрді. Мен болсам әлі біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей жақсымын ба? Деп жаман ханға қарайды. Хан оған құстың, шөптің және өзінің жамандығына дәлел айттың. Жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бер.
дейді. Жаман оны сынап, оған мінеді. Ол есік алдындағы өзеннен әрі бері өтті де, қайтып келіп, тақсыр, менің байқағаным тұлпарыңыз сиырға шатыс екен дейді. Сонда хан жаманның жауабы дұрыс екен айтады. Айтқан рас, менің Ақшахан деген құдамнан тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп құлынды туа алмай, өлер болған соң, бие өлсе өлсін, құлын қалсын, деп ішін жарып, құлынды алдым. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше, сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екен, қайдан білдің? Деп хан одан сұрайды. Хан тұлпардың судан әрі бері өткенде, аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өткенін айтады. Бұл сиырдың әрекеті. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім, дейді жаман. Хан біраз ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың бір қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап, деп тасты алдырып берді. Жаман тасты алып, салмақтап, байқап қарап отырды да, сіздің тасыңыз рас, қасиетті тас екен. Бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тасың ішінде 2 ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды, дейді. Жұрт таңданып, сонда тасты жаруды шешеді. Тасты жарып қараса, ішін 2 ақ қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. Тасты ішінде құрт бар екен қайдан білдің, дейді хан. Тастың қасиетіндей салмағы да болуы керек. Тас жеңілденген екен. Құрт бар екенін сонан білдім, деп жауап береді. Апырмай, сен бір данышпан екенсің ғой. Ал сен, мен өзімді сынашы, мен неше атамнан бері хан екемін, дейді хан. Жаман келсіп, ханды қарап тұрып, тақсыр ханым, ақыл ойын ешкімнен кем емес. Бірақ сіз қарадан туып хан болғансыз. Атанда хандық жоқ, дейді. Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп, жоқ, қайта айтасың. Мен 7 атамнан бері ханмын, деп зекіреді. Жаман саспай, жоқ тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, дейді. Хан не дерін білмей анасын шақыртады да, оған барлығын айтады. Анасы терең күрсініп, сөзге кірісті. Ей шырағым, бір сырым бар еді. Оны Тәңірінің өзі білетін еді. Мен білетін едім. Мынау жаманын біліпті, енді айтайын. Атан сенің зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрін өлтірген екен. Соның үшінде зәрлі хан деп халық ат қойып еді. 20-шы әйел етіп мені алды. Мен де 2 қабат болған соң, жалғыз жанымнан қорқып, дәптерге қаратып едім. Сенің ішіндегі де қыз, деді. Қыз тапсам мені де өлтіреді ғой, деп қайғы жедім. Сол күндерде Аспас наубайдың әйелі де 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қарап едім. Оның ішіндегі ол, деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді. Ол әйелді оныша шақырып алып, барлық мұнымды айтып, қазынадан табақтап, алтын беріп, ақыреттік дос болайық. Ол тапсан ұлымды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін, деп жалындым. Әйел табақтап, алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде зәрлі хан андай еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, 1 сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің. Енді бұл күнде мына жаманын оны біліпті, деп шешесі жылап жібереді. Хан сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз, деп хан тағынан түсіп, тақты жаманға береді.
Жаман: жоқ тақсыр, кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына мініп келген жаман едім. Бүгін таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға мініңіз, деп айтады. Хан таққа отырып: апырмай, мен наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз? дейді. Сонда жаман: мен үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы жал мен жая аузыңызға түспей, нан, көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шонжарлы атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым, дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше хан тағы да хандық қылды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылмен, тапқырлығымен жақты. 40 уәзір шетте қалды. Осымен бірінші бөлім біткен, енді екінші бөлімге көшейік.